Қайырлы күн. Келесі кезекте сары шаяндар апталық болжам 14 және 20 қараша аралығына. Бізде жоғарыдағы екі картамыз. Бұл аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар, және де аптада орын алатын жағдайлар, аптаның басы, ортасы, аяғы, және де аптаға кеңес. Бізде маңызды әсер беретін жағдайлар аптадағы пятерка пентаклей және де последний суд старший аркан. Жақындарыңыздың біріне сіздің көмегіңіз қажет болуы мүмкін, ақыл кеңесіңіз қажет болуы мүмкін. Өзіңіздің ақыл кеңесіңізді, көмегіңізді жаңағы қаржылай болсын, жаңағы көмегіңізді бересіз, және де үйге байланысты бір мәселелерді шешесіз аптаның көлемінде. Маңызды әсер беретін жағдай, яғни үйге байланысты документтер ма, үй мәселесі жайлы бір жақсы жаңалық шешілуі мүмкін. Яғни бір ісіңіз аптаның көлемінде аяқталады, үлкен бір іс тындырасыз. Келесі бізде аптада орын алатын жағдайлар, аптаның басы семерка мечи. Бір істі өзіңізге жауапкершілік ретінде алғыңыз келмей, ол істен қашуыңыз мүмкін. Жаңағы семерка мечи жауапкершілік, өзіңіздің ғана жұмысыңызды алып, басқа біреудің жауапкершілігін алғыңыз келмей, істен, жұмыстан қашу. Және де четверка мечи, жақыныңыздың біріне ақыл кеңесіңіз, көмегіңіз қажет. Денсаулығына байланысты ма, үй мәселесіне байланысты ма, екінші адамға бір көмек қол ұшын созасыз аптаның басында. Келесі аптаның ортасында орын алатын жағдайлар, бізде двойка мечи, екі істің, жұмыстың арасында таңдау жасау. Семерка пентаклей, бұл жаңағы жұмыс, іс бірден результат, жаңағы жасап жатқан жұмысыңыз бірден результат бермеуі мүмкін. Бірақ та уақыт өте келе жаңағы жақсы, жаңа қаржылай болсын, должыныс жағынан болсын, жаңағы өну бар. Бір істің, жұмыстың арасында бір шешім қабылдау тура келеді. Аптаның арасында, басында, ортасында шешім қабылдау кезінде асықпағаныңыз жөн. Келесі бізде аптаның аяғы шестерка жезл, пятерка чаш. Әлі де жаңағы қолыңызды сілтеп басқа жерге кетіп қалуға болмайды. Бастаған істі жаңағы аяғына дейін алып келуге тырысқаныңыз жөн. Әлі де сізде мүмкіндік, әлі де возможность бар екенін ұмытпағаныңыз жөн. Жаңағы соңына дейін, результат болмаса да соңына дейін жеткізуге тырысыңыз. Себебі алдағы уақытта бұл істен жаңағы үлкен, қалай айтсам болады, нәтиже көресіз. Бірден болмаса да, яғни пентакль, бірден жауапкершілік болмаса да, алдағы уақытта, мінекей шестерка жезл, бірден отростықтар өсіп шықпаса да, алдағы уақытта жаңағы жасаған ісіңіздің, жасаған жұмысыңыздың еңбегінің жемісін көресіз. Аптаға кеңес, четверка жезл, демалуға, қыдыруға, екінші жартыңызға көбірек көңіл бөлуге тырысқаныңыз жөн. Ал екінші жартысы жоқ жандар үшін екінші жартысын кездестіріп, осы аптаның көлемінде бір кездесуге шығып, қыдырып, жаңағы қонаққа барып, тойға барып, бір демалатын жақсы уақыт. Бұл аптаға берілетін кеңес. Сары шаяндар, сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен кездескенше.